Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сүйікті көрермендер, сіздерге қазір хит болып жатқан осындай бленидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар, толықтай көріңіздер. Ерекше рецепт, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Біз жасап жүрген бленчик сияқты жасайтын боламыз массасын. 3 жұмыртқаның үстінен қантымызды салып, қалауларыңыз бойынша саласыздар, араластыратын боламыз. Жақсылап бленчиктің көмегімен осылай көпіргенше, қанты ерігенше араластырып аламыз. Енді сүт қажет болады бізге. 400 грамм сүттің жартысын 200 грамм сүтті құятын боламын. Өйткені үстінен аз мөлшерде ұн салып отырамын. Түйіршік қалмайтындай болу керек. Осылай аз-аздан салып, бленчиктің көмегімен араластырып отырдым. Осылай жақсылап араластырыңыздар, көбірек араластыруды ұмытпаңыздар. Түйіршік қалмайды, көптеу араластырсаңыздар. Үстінен тағы да ұнды салып араластыратын боламын. Қалған сүтімді де құйып, оны да жақсылап араластырасыздар, көптеу араластыруды ұмытпаңыздар. Үстінен тағы да аздап ұн саламыз. Өйткені біздің массамыз сұйық болып қалмау керек, қою да болмау керек. Осындай масса шығады. Тура видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді азғантай бөлігін біз осындай ыдысымызға құйып алатын боламыз. Жартыдан аздау бөлігін құйып аласыздар. Ұнымыздың үстіне 2 қасық какаоны салып араластыратын боламыз. Осылай кішкене араластырып алыңыздар. Жаңа ыдысымыздағы сұйықтыққа үстінен 3 қасықтай біздің осындай ұнымыз бен какаомызды салып, оны да араластырып сұйық май құятын боламыз. Сұйық май түспей қапты мына жерде, міндетті түрде сұйық май құйыңыздар. Осындай қою болып шығады. Қалған массамызға да сұйық май құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізге осындай ыдысқа пакетик қажет болады. Арнайы пакетиктеріңіз болмаса, кәдімгі пакет жарай береді. Қою массамызды құйып, азғантай етіп ұшын ғана кесіп аласыздар. Осылай көп кесіліп кетпесін, мұқият болыңыздар. Енді қызып тұрған тапамызға осылай домалақтап алатын боламыз. Тапамызды міндетті түрде қыздырып, аздап май жағып қойсаңыздар болады. Қызып тұрғаннан кейін біздің тапамыз, осы мені жағып жатқан сұйық осындай массамыз өзі піседі, асты газге қоймаймыз. Осылай мұқият жаймен домалақтап алыңыздар. Енді біз үстінен қалған сұйықтығымызды, осындай ақ сұйықтығымызды құятын боламыз. Ортасынан құйсаңыздар, өзі ақырындап домалақ күйде болады, әдемі форма шығады. Қалың болып кетпесін, көп құйып қоймаңыздар. Жұқа болса өте дәмді болып шығады. Міне біз газге қоймадық әлі. Енді қоятын боламыз. Газымыздың астын жай қоямыз, басыңқырап қойыңыздар, өйткені күйіп кетеді. Күймеу керек, бізде ағарып тұру керек. Осылай екі жағын сарғайтыңқырап пісіріп алатын боламыз. Өте әдемі болып шығады. Жұқа, қалың емес, орташа болып шықты, керемет болып шығады. Егер ортасына сгущенка немесе шоколад жағам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Мен осындай киндер шоколадын ортасына осылай қойдым, өйткені балаларға қатты ұнайды. Өте әдемі болып шығады, дастарханның сәнін келтіреді. Тағы да жасап сіздерге көрсетейін. Осылай жасасаңыздар өте әдемі екен, дәмі де керемет болады. Біз жасап жүрген бленчиктен айырмашылығы үлкен, өйткені дәмі ерекше болып шығады. Ол үшін сіздер де осылай жасап көріңіздер, балаларыңыз қуанып қалады. Балалар шоколадты жақсы көргендіктен ортасына шоколад салуды да ұмытпаңыздар. Қараңыздар, өте әдемі болып шығып жатыр. Керемет болып шықты. Әрі оңай екен жасау жолы, қатты қиын емес.
Мен тез-ақ үйреніп алдым осылай жасап. Бір жасағаннан әдемі шығады. Ыстық күйде ораңыздар. Әрі қонақ келгенде осылай жасап столға қоюға да болады екен. Өте сәнді көрінеді. Міне біздің блинчигіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Осылай отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Балаларыңыз өте қуана-қуана осылай жейді. Өйткені ішінде шоколады болғандықтан тез-ақ жеп қоятын болады. Ас болсын, рахмет сіздерге.